Оқушының жеңісі мұғалімнің жемісі. Ал менің жемісім үздік педагог 2025 жылы атағын алу. Бұл жеңіске жету үшін тек қана бір күннің жемісі емес, бір күннің нәтижесі емес. Бұл жеңіске жету үшін көп жылдық еңбекті талап етеді. Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ал ұстаз өз шәкіртіне талмас талап сыйлайды. Демекші, ұстаз қай кезде де ол мектептің жүрегі, қоғамның тірегі болып қала бермек. Олай болса, мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде менің мақсатым оқушыларға ана тілінің құдіретін танытып, көркем шығармалар арқылы ой өрісін кеңейту, тіл мәдениетін қалыптастыру және рухани дүниесін байыту. Мен сабақ барысында әр оқушыға жеке тұлға ретінде қараймын. Өйткені оқушылардың еркін сөйлеуі, өз пікірін сауатты әрі мәдениетті жеткізу тіл байлығын дамыту үшін мен жағдай туғызуым керек. Олай болса, қазақ тілі мен әдебиетті оқыту арқылы оқушыларды тек білім алуға ғана емес, мемлекеттік тілді құрметтеуге, ұлттық құндылықтарды бағалауға және сөз құдіретін түсінуге тәрбиелеу менің ұстаздық міндетім. Ал менің кәсіби кредома тоқталатын болсам, ода ана тіліміздің байлығын дәріптей отырып, әдебиет арқылы оқушының жүрегіне орын алу. Олардың бойында білімге деген құштарлығын, рухани құндылықтарды қалыптастыру, яғни бұл тілін қадірлейтін, бойында рухы бар ойлы ұрпақ біздің болашақ еліміздің кепілі болып табылады. Ұстаздық жол үлкен жауапкершілік пен үздіксіз ізденісті талап ететін қасиетті мамандық. Сондықтан жас мамандарға ең алдымен өз кәсібін шын жүректен сүюді және әрбір оқушыға құрметпен қарауды кеңес етемін. Себебі әр бала жеке тұлға. Олардың бойында ашылмаған талай қабілет пен мүмкіндіктер бар. Сабаққа үнемі дайындықпен жаңа әдіс тәсілдерді қолданып, шығармашылықпен жұмыс жасау жас маманның, мұғалімнің кәсіби дамуының негізгі жолы. Оқушыларды тек білім алуға ғана емес, ойлануды, ізденуге және өз пікірін еркін айтуға үйрету бүгінгі күннің талабы. Сонымен қатар, ұстаз әрқашанда сабырлы, әділ, мейірімді болуы тиіс. Оқушы жүрегіне жол табу үшін ең бірінші сенім, түсіністік өте маңызды. Сонымен қатар, кітап оқуды, өзін-өзі дамытуды және тәжірибесімен алмасуды, жинақтауды ешқашан тоқтатпау керек. Ең бастысы, ұстаздық жолда әрқашан адамгершілік пен еңбекті қатар алып жүру. Сонда ғана жас маман нағыз ұлағатты ұстаз деңгейіне көтеріле алады. Қазіргі білім беру жүйесінде оқу сауаттылығын дамыту маңызды міндеттердің бірі. Әсіресе қазақ тілі мен әдебиет сабақтары оқушылардың тілдік, танымдық, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда үлкен рөл атқарады. Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқу сауаттылығын арттыру ең алдымен мәтінмен жүйелі жұмыс жүргізу арқылы жүзеге асады. Сабақ барысында шығарманы талдау кезінде кейіпкерлерге мінездеме беруде, оқиға желісін анықтауда, автордың идеясын түсіну сияқты жұмыстар оқушылардың терең ойлауына ықпал етеді. Сонымен бірге эссе жазу, пікір айту, шығармашылық тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар мәтіндегі түсінген дүниелерін өз көзқарастарын дәлелдей білуге ықпал етеді. Оқу сауаттылығын дамытуда сұрақтарды қоюда маңызы зор. Мұғалім сабақ барысында қарапайым сұрақтардан бастап, жоғарғы деңгейдегі сұрақтарға қолданса, оқушылардың сыни ойлау қабілеттері дамиды. Мысалы, неліктен, қалай ойлайсың, егер сен кейіпкердің орнында болсаң, не істейсің деген сұрақтар арқылы оқушыларды терең ойландыруға
мүмкіндік береді. Оқу сауаттылығына оқушыларды жазуға жетелейтін әдістемелік нұсқаулығын 2023 жылы Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінен өтті. Бұл әдістемелік нұсқаулығым айтып берші Айдар тақырыбындағы дидактикалық материал. Әдістемелік бағдарламам бұл оқу бағдарламасына сай. Яғни әдістемелік нұсқаулықты оқушылар оны өздерімен ала жүріп, қазақ тілін меңгеруге, модуль бойынша өткен тақырыптарға жауап беруге және бөлімді қорытындылау барысында айтылым, жазылым дағдыларын жетілдіру үшін өте тиімді. Бұл әдістемелік нұсқаулықтың артықшылығы, яғни тұтас емес мәтін арқылы балаларға сұрақтар беріледі. Бұл сұрақтар оқушының модуль бойынша алған білімдерін жинақтай отырып, бір мәтін құрастыруға мүмкіндік береді. Осы авторлық бағдарламамды менің облыс деңгейіндегі әріптестерім және республикалық деңгейде әріптестер өздерінің практикаларында қолданып жүр.